Достар, суперкомедия 2 киноның соңына жеттік. Мен балалардың әркімнің эмоциясын біліп, өздерінен интервью сұрағым келіп отыр. Абай Қанат, айтыңыз, қандай впечатление, не ұнады, не ұнамады, бір қысқа нұсқа айтып кетеміз. Маған бәрі ұнады. Өте керемет болды кино. Болды ма? Көріңіздер. Кино. Жарайды. Маған ұнады кино. Сіз қандай рөлде ойнадыңыз, айтып кетіңіздер кішкене. Мен Дамира болдым. Ол кішкене тұштақай, қу қыз болды, бірақ мен шын өмірде ондай емеспін. Мен жаңа рөлін ойнадым, және ол кездегі одағы рөл андай қуғынбай, кішкене айқайлап қалған, төбелесетін сондай қыздың рөлін, ал өмірде ондай емеспін. Жарайды. Мен Сабина рөлін ойнадым. Ол жерде мен қатал және мінез жаман болып ойнадым. Шынайы өмірде мен ондай емеспін. Все, бәрі осындай. Ал мен суперкомедия екіншісіне Талғат деген рөлді ойнадым. Ол үйдің үлкені және ответственный, серьезный адам. Маған бәрі ұнады, бірақ бірдеңке ұнамады. Ол кеше мафия ойнады. Көп ойнау керек еді. Жарайды. Тағы басқа впечатление айтыңдар. Не есте қалады, не есте қалмайды. Маған ол суперкомедия 2-де қатты ұнағаны ол бәріміз приезжение келе жатқан кезде қашқан кездеріміз ұнады, және есікті аша алмай қалған кездер ұнады. Осындай Мен сияқты сол айтыңыз. рөлде Жандос болып ойнадым. Все, молодец, Жандос. Маған да сондай жерлер ұнады. Мен Айман болып ойнадым. Бірақ өмірде ондай емес. Маған да турсызда қашып, айғайлап, сондай сол жерлер ұнады. Приезжениялар көрген кездері. Еще мен бәрін құртатын бала болдым. Все. Ал мен суперкомедия 2-де Шолпан рөлін ойнадым. Шолпан рөлі өзінше қыз, мен ондай өзінше емес. Ал мен суперкомедия 2-де Жанила болып ойнадым. Кішкентай бұзық қыз. Мен өмірде сондаймын, бірақ кішкентай. Маған ұнамаған жері далада жүріп құлаған жері. Все. Ағайы. Ассалаумағалейкум. Жаңағы съемка тобында операторымыз жалпы өте керемет болды. Мына кішкентай еркектермен танысып, класстастар болды. Керемет. Все, рахмет, Азамат ағайы. Мен бір таң қалған болатын импровизациясы. Ұмытпаған тексттерін импровизациямен алып көте береді. Біздерге тең келетіндер жоқ. Ал балалар, Балалар тек алға. кино құтты болсын, шапа ұрамыз.